Армысыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Нұрлыбек Дәулетбаев. Шамамен жарты жылдай уақыт болды, ешқандай әңгіме жүктеп оқып, яғни салмадым. Бүгінгі оқитын әңгімем детектив шығарма «Қалың тұман арасында». Авторы Әсем Жұмахан. А қаласының солтүстік батысында 500 шақырым жерде кішкентай ғана ауыл бар. Әкемнің үлкен ағасы сол жерде тұрады. Көптен көріспеген туыстарымның үйіне қарай асығыс бет алып, түнделетіп жолға шықтым. Қырсық шалғанда таксистің көлігі бұзылып, жарты жолды жаяу жүруге тура келді. Жолмен жүрсем, таң ата бірақ жететінім анық. Сондықтан таудың етегіндегі кішігірім орманды кесіп өтпек болдым. Тас қараңғы. Тым болмағанда ай жарық болса, көз алдымда не тұрғанын ажырата алатын едім. Қасарысқанда аспанды бұлт торлап, ауа дымқылданып, даланы түгел қалың тұман басқан. Мүлгіген тыныштық одан бетер үрейімді қашырып барады. Тек жүрегімнің дүрсілін ғана естіп келем. Әлде таксиде қала берген дұрыс бет? Бірақ әлгі кісінің қараған қарасы мына тоғайдың кейпінен де қорқынышты. Енді қараңғы түнде қараңғы орманда жалғызбын. Кенет тұла бойымды белгісіз бір сезім билеп кетті. Артымнан біреу аңдып тұрғандай. Жанымды шүберекке түйіп, бұрылып қарап едім, ешкім жоқ. Соған қарамастан бұл жайсыз сезім бір тыным бермеді. Қараңғылыққа да көзім үйрене бастаған шақта, жан-жағымдағы ағаштардан қанша қарасаң да айырып болмайтын қара түске боялған түсініксіз нәрселерден қорыққаннан жүрегім жарылып кетердей күй кештім. Үрейімді қашырып дәл алдымда екі көз жарқ ете қалды. Сөйтсем, жай ғана жапалақ екен. Өзімнің орынсыз қорқынышыма өзім дауыстап күліп жібергенім сол еді. Жақын маңнан қасқырдың ұлыған дауысы шықты. Ұлыған сайын маған жақындап келе жатқандай. Құдайым-ау, ит құсқа жем болатын болдым ба деп, алды-артыма қарамай жүгіре жөнелдім. Талай мәрте құлап сүрінгеніммен қоса, оң аяғымның сіңірі тартылып, ақсаңдап қалғаным тағы да бар. Қанша жүргенім есімде жоқ. Әйтеуір ентігіп тоқтаған сәтте сарғайып жерге түскен жапырақтарды басып келе жатқан аяқтың дыбысы естілді. Бұл қасқыр не Әзірейіл болды шамасы, әлде жеті қараңғы түнде рұқсатсыз аяқ басқан адамды тірідей қоя бермес орманның да өз иесі бар мекен? Шошынғаннан буын-буыным қалтырап, аязда қалған торғайдай дір-дір етіп тұрдым да қалдым. Дыбыс шыққан жаққа қарай, кімсің, адамсың ба? Хайуансың ба әлде өлім періштесінің өзісің бе деп айқайладым. Оным адам болса, жауап беріп жүрегім орнығар деген ой ғой. Бірақ үнсіздіктен басқа ештеңе естілмеді. Тыныштық тек жыртқыштың шабуыл жасар алдында орнайды да, жемтігін күтпеген жерден бас салатыны бар. Қасқыр болса, қазір атылып үстіме секірер деп, неге болсын өзімді дайындап тұрғанмын. Көзімді тарс жұмып алып, екі қолымды басыма қойып отыра кеттім. Барған сайын жақындап келе жатқан сияқты, жан дауысымды салып айқайлағаныммен кім естиді? Кім көмекке келеді? Бәлкім жын перілер мекен? Жалғыз адамды айналшықтап жүрген, о Аллай, сақтай көр деп, сақта деп жаратушыға жалбарындым. Құдайдың атын ести сала, ол аса қатты жылдамдықпен мені айналшықтап жүгірді. Қасқыр болса бірден бас салар еді ғой, ал мынау тіпті адамға да тән емес дауыстар шығарып, тоқтаусыз жүгіріп жүр. Бисмилля деп айтуға қанша талпынсам да тілім байланып, бір ырқыма көнер емес. Құлағым шыңылдап, жүрегім дүрсілдеп, денем қалш-қалш етеді. Таңсәріде көретін қорқынышты түс сияқты, бірақ қашан оянарым белгісіз. Жоқ, түстің соншалықты шынайы болуы мүмкін емес. Мен шынымен айдалада, қара орман арасындамын. Ауыл тұрғындарының неге осы орманнан іргесін аулақ ұстайтындары енді белгілі болды. Адамдардың емес, жындардың мекен екен ғой. Шыдамадым, білем. Осылай жалғаса берсе есімнен адасып кететінім анық. Жетер деп, жан даусымен айқайлап жібердім. Кенет тағы да тыныштық орнап қалғандай. Бәрі жым-жырт болды. Жапалақтың дауысы мен желдің гуілі ғана естіледі. Орманнан тірі шыға алмаймын ау шамасы. Адам яки жын болсын, дәл қасыма келгенін сездім. Қасқырда Әзірейілде емеспін. Соншама жан ұшырып айқайлағаның не? Қане тұр орныңнан деген сөзді естіп,
Басымды көтерсем, жас жігіт қолын созып тұр екен. Қайдан және не үшін түнде жалғыз жүргенімді қанша сұраса да, алғашында тілім байланып жауап бере алмадым. Әбден шошынып қалған болар деп, ол да мені көп мазаламады. Шидей арық болғанымен, түрі сұсты, көзі өткір, тарам-тарам тілінген қолдарының саусақтары епті әрі ұзын екен. Әсіресе жанары жай адамның емес, талай жандарды азаптап өлтірген қаныш жердің көздеріндей. Жындардың адам кейпінде көзге көрінуі мүмкін деуші еді. Бәлкім бұл жын пері шығар, не де болса жол бойы аңдаған осы деп ой түйдім. Тұстана қарап келе жатқанымды байқап, «Бикеш, менен неге сонша қорқып келесің? Мен адамның етін жемеймін. Барар бағытымыз бір сияқты, оның үстіне ер азамат ретінде сені шығарып салуға тиіспін. Түнде неге жалғыз жүрсің? Енді сұрағыма жауап беретін шығарсың» деді. Мен үндемедім. Бейне бір тарпа бас салып, қойдай бауыздап тастайтындай қорқып келем. Соны сезсе керек. Жақын маңда зират бар. Әруақтардан қорықпайсың ба деген сұрағы күдігімді дәлелдей түскендей. Өлгендерден емес, тірілерден қорқу керек. Дұрыс айтасың деп қарқылдап күлді. Жапалақтың дауысын естіп, оң жағыма бұрылып бергенім сол еді. Әлгі адам ғайып болды. Алды артыма түгел қарадым, таппадым. Адам ба, әлде әруақ па? Күтпеген жерден тағы шыға келеме деп зәрем ұшты. Қасқыр тағы ұлып жатыр. Ол да артымнан келе жатқан болу керек. Кенет жоқ жерден қайта пайда болған әлгі ер адам мойнымнан шап беріп ұстап алды да қылқындыра бастады. Жан беру оңай ма? Барынша қасарысып әлім жеткенше жұдырықпен соғып жатқанда аяғым тайып, жерге құлап түстім. Әйел адам қанша дегенмен әлсіз жаратылыс қой. Менің жұдырығым оған еш дарымады. Білем, сонда да әрекет істеп, өмір үшін күресіп, жан бермеудің амалын жасап бақтым. Ал оның қолдары барған сайын мойнымды қыса түсуде. Тіпті мені қинағаннан жаны рахаттанып жатқандай. Қанға толып кеткен екі көзінен өлімді көрдім. Буындарым босап бойымнан әлі кетіп бара жатқан сәтте қолыма бір үлкен тас ілікті. Басынан 2-3 рет соғып жібердім де қашып құтылдым. Міне осылай тергеуші мырза, заң бойынша бұл өзін өзі қорғау деп аталады. Сен дәл бір проза жазып отырғандай баяндайды екенсің. Ұзақ ойластырған шығарсың. Жазған туындыларыңның біразын оқыдым. Әрине керемет деп айта алмаймын. Қан, қылмыс, өлім туралы әңгімелер аса көп оқылмайды. Халық жақсы аяқталатын дүниелерді жақсы көреді. Бірақ мені бір таңғалдырғаны, Қара түнек әңгімесінде бүлдіршін қыздың көз алдыңда туған әкесі 8 айлық шаранасын көтеріп жүрген әйелін қалай өлтіргені суреттеледі. Бәлкім бұл сенің тағдырың ұқсас бойжеткеннің бастан кешкені, не өз басыңнан өткен қайғылық жағдай. Солай емес пе? Және ең қызығы кейіпкерің де дәл сен сияқты сотта ақталып шыққан әкесін ұйықтап жатқанды өлтіріп тастаған. Бұл жай ұқсастық дегенге кім сенеді, Қарагүл? Сен осылай атайын. Қылмыс әлеміндегі есімің осындай емес пе? Қайдағы Қарагүл? Мен ол қанышер қызбен шатастырмаңыз. Айттым ғой, сіздерге мен оны әдейі өлтірген жоқпын деп. Неге сенбейсіздер? Балалар колониясында отырғаным рас. Я, мен қылмыс істедім және оны өз мойныммен көтердім. Әкем де солай істеуге тиісті еді. Алайда сіздер оны босатып жібердіңіздер. Қылмыскерді босатқан адамның өзі де қылмыскер. Оның рас, темір торға отырғыза алмадым оны. Куәгерлер жетіспеді әрине. Ақшасы көп байларды қашан жазалап едіңіздер? Әлсіз, кедей, қара халыққа ғана шамаларыңыз жетеді. Сот сараптамалық экспертизаның өзінде ақшаға өзгертіп, көк қағазбен жалғыз куәгерді сатып алған болатын. Сот алқасының өзі де қомағай болса, баланың сөзіне кім сенсін? Сараптама қорытындысы істі 180%-ға бұрды. Көпке топырақ шашпа, сабаңа түсқане. Әділеттілік үшін қалай жан аямай еңбек етіп жатқанымызды сен білмейсің. Одан да маған мынаны айт. Әкең сатып алған жалғыз куәгер жоғарыда аталған таксист. Бұл жай ғана сәйкестік пе әлде алдын ала ұйымдастырылған кісі өлімі ме? Сіз не деп тұрсыз? Оның самат екенін де білмедім. Жолда көлік бұзылған соң кетіп қалдым. Ары қарай оған не болғанын мен қайдан білейін? Салғырт жұмыс жасайсыздар. Барлық қылмыстарды мойныма іліп, тағы да темір торға қамап тастағыларыңыз келеді деп. София ашуға булығып, айқайлап жіберді. Таксисті жолда өлтіріп тастадың. Қалай болғанын да баяндап бере алам. 3 күн бойы құрбандығыңды аңдып жүрдің. Кешкі астан кейін Азамат Елеусінов үйінен шығып кеткенде алдымен
Екі баласы мен әйелін өлтіріп, күнделікті көлігімен такси қызметін ұсынып тұратын көшесінің қиылысына барып оны күттің. Содан кейін қаладан шалғай ауылға апарып салуды өтініп, орман қасына жақындай бергендеріңде қалтаңнан пышағыңды шығарып тамағын орып жібердің. Болжам бойынша марқұмды отбасындағы болған қайғылы жағдайды телефоннан естігеннен кейін өлтірдің. Менің тартқан азабымды сен де көр деген ойдан туса керек. Бұнымен қоса көлігі бұзылып сиректе болсын жолай өтіп жатқан машиналарды тоқтатып, әуре сарсаңға түскен Айдар жарылғасылы күтпеген жерден қылмысқа куәгер болып қалғанды. Сондықтан артынан орманға қуып бардың да таспен ұрып өлтірдің. Қолыңда суық қару бола тұра неге таспен ұрдың? Демек араларыңда біраз айқас болған. Сол кезде қолыңнан пышақ жерге ұшып түседі. Қайтадан алуға қолың жетпейді. Бәрібір уақыт таусылса керек, құрбандығың үлкен тасқа шалынып құлайды да, қатты екпінмен ағашқа басын соғады. Сол есеңгіреген күйінде саған қарсыласуға шамасы келмейді. Оқиға орнына барып, басының мылжа-мылжасы шығып жатқан жәбірлеушінің денесін өз көзіммен көрдім. Адамды өлтіру үшін бір-екі рет таспен ұрсаң да жетіп жатыр. Сен болсаң, соққылай беріп, миын жан-жаққа шашып тастағансың. Артынан таксисті өлтірді деген кінәні арқалату үшін қолына саматты бауыздаған пышақты ұстаттың. Бұл жолы жақсырақ ойластыра алмапсың. Қолында пышақ тұрған адам қылқындыра ала ма деп тергеуші айласын асырғанына масаттанды. Сіздің не айтып тұрғаныңызды түсініп отырған жоқпын. Өтірік көлгірсі ме? 1 сағат бойы мылжыңыңды естігенімде жетеді. Маған қорғаушы жіберіңіздер. Сізбен ары қарай тілдескім келмейді. Жоқ, Қанішер ханым. Сөзімді аяғына дейін тыңдайсың. Қылмыстық әңгімелеріңнің қатарына әкеңнің достарынан қалай кек алғаныңды баяндап жазбадың ба дей келе, 2 суретті алдына тастады. Айдос Назаров пен Серік Қалижан. Аттары да, жүздері де таныс шығар. Анаң өлгенде есі кірген бала едің. Үйге жиі келіп жүрген кісілерді ұмытуың мүмкін емес. Бұны маған не үшін көрсетіп отырсыз? Әкең өлерден 1 күн бұрын жол апатынан Серік Қалижан қайтыс болған. Білмеуің мүмкін емес. Әрине, көлігінің тежегішін сен бұзып тастамаған болсаң, жетер. Баяғыда өлгендердің қанында арқалатпақсыздар ма? Бұдан әрі шыдай алмайым. Жайма қалдырыңыздар деп, 2 қолымен құлағын тарс бітеп алады. Баланың қылығын істегеніне әрі таң қалған, әрі ашуланған Мұрат үстелді жұдырығымен қойып қалды. Дірілдеп қалтырап кеткен София өткен күннің елесін тірілтіп, жанын жеген жегі құрт тергеушіге ала көзімен қарап отыра берді. Қайта жұмған аузынды ашпады. Ары қарай тергеуден түк шықпайтынын түсініп, Мұрат сыртқа шығып кетті. Оны көре сала әріптестері, енді қайттық, қылмысын қалай мойындатамыз деп сұрағыштай бастады. Білмеймін, шаршап кеттім. Істеген қылмысынан денең түршігеді. 7 жасар баланы да аямаған. Түріне қарасаң адам өлтірді деу қиын. Ботадай көздері Қанішерге емес қайта жәбірленушіге ұқсап тұр. Қарагүл екеніне сенімдісіздер ме деп жас жігіт сөзге араласты. Ей ақымақ, есіңнен адасайын дедің бе? Әлде ғашық болып қалғаннан саумысың? Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Қарай көрезін. Сенің жұмыс деп жатқаныңа 1 жылда толған жоқ, ал менің алдымнан мынау сияқты деп саусағымен қызды нұсқап, талай бейкүн адамдарды өлтіргендер өткен қылмыскерлерді алыстан-ақ жазбай таним. Мен сөйлесіп көрейін деді. Психолог ашушаң тергеушінің айқайынан қашып бөлмеге кіріп кетті. Психологқа да өндіріп ештеңе айтпайтынын Мұрат алдын ала болжап білгендей мырс етті. Кенет сырттан бақылап тұрған тергеушіге Қарагүл өткір көздерін қадап келесі құрбандығым сен боласың дегендей ыржия күледі. Әйнек іште отырған адамға айна болып қана көріну керек. Алайда талай рет милицияның тергеуінде болған қылмыскерлер бұның әйнек екенін жақсы білетінді. Сұлу бойжеткеннің лезде өзгеріп шыға келгенін көріп, сәдуақас жағасын ұстады. Аға, ана қыздың сізге қараған қарасын көрдіңіз бе? Мынаның есі ауысқан, не ішіне жыңғырып кеткен ғой. Жоқ, ол шынды емес. Актерлық шеберлігін салып ауру адамның қылығын жасау арқылы жазадан қашып кетпекші. Психологтың есі ауысқан деген диагноз қойғанын естіп, Мұрат мүлде ашуға мінді. Қанша психологты шақырсаңыздар да, осы диагнозды қайталап береді. Софияда сирек кездесетін магифреникалық синдром. Бұндай адамдарда галлюцинация жиі болады.
Бағана байқаған боларсыздар, адамды жынға теңегенін. Оны қоғамнан алыстатылған психиатриялық емханада қатаң бақылауда ұстау керек. Сен не түсінуші едің? Психологпын дейді ғой. Әділеттілік дегеннің не екенін білесің бе өзі? Қылмыскер лайықты жазасын алуы тиіс, ал сен сияқтылардың кесірінен қаншама қанішерлер жазадан қашып құтылды. Психикалық ауруға ұшыраған қанішерлер еш себепсіз адам өлтіреді. Егер оның есі дұрыс қандықол қылмыскер деп есептесеңіз, не себепті өлтіргеніңіз деп табыңыз деп, қолына сырт киімін алды да есіктен шығып бара жатып, осындайлармен істі болып, сіз де есіңізден ауса бастапсыз деді. Шындығында да тергеуші таксист пен оның отбасының мезгісіз өліміне қатысты болжам келтірсе де, сотта оны дәлел ретінде келтіре алуы екіталай. Серікті өлтірген осы қыз екеніне сенімді болғанымен, себебін түсіне алмай дал. Көптен бері қолға түспей жүрген атышулы Қарагүл екені де анық. Үстіндегі киімі түгел қара және куәгерлердің суреттеуіне сәйкес, кеудесіне қара тастармен көмкерілген гүл бейнесінде түйреуіш тағылған. Құрбандықтарын асқан хайуандықпен өлтіруі істің бір-біріне ұқсастығы осының дәлелі. Бірақ сұрақтар жеткілікті. Тергеуші жеке кабинетінде отырып, керегеге ілінген суреттер мен айғақтарға тағы бір көз шолып өтті. Ертеңінде таң атпай тергеуге алған Мұрат, бойжеткеннің жасаған қылмыстары жайында сөз қозғады. Қарагүл, мен сіздерге айттым ғой, Қарагүл емеспін деп. Жарайды, Софья Нигматуллина дейін. Енді дұрыс болды. Тергеуші езу тартып күлді де сөзін жалғастырды. Түні бойы ойланып толғанған шығарсың. Кінәңді мойындайсың ба? Жазаң жеңіл болады деп уәде берем. Қылмыстарыңды мойындап тізбектеп жазсаң болғаны деп, алдына қалам мен қағаз қойды. Қандай қылмысты? Ой Алла, қандай дейді ғой. Осы жұмысты қайдан ғана таңдадым десеңші. Ел қатарлы кеңседе отырсам, жүйке жүйелерім орнында тұрар еді деп, мамандығын таңдауда шалыс түскеннен алды. Жа, жетер. Осы істі соңына дейін жеткізіп, сені түрмеде шіртпесем, Мұрат деген атым өшсін. Сен маған мынаны айтшы. Қыркүйектің 14 күні кешкі сағат 8-дер шамасында қайда болдың? Өзімнің жалдамалы пәтерімде кітап оқып отырдым. Қаласаңыз, үй иесі қарт әже дәлелдеп бере алады. Мен бір бөлмесінде ғана тұрам. Қанішерлер туралы кезекті кітапты оқыған шығарсың деп бір күліп алғанымен, қыздың дәл бір кеше болған оқиғадай шапшаң әрі ойланбастан жауап бергені Мұраттың күмәнін тудырды. Жай адам есіне түсіре алмай әбігерленеді. Тек қылмыскер ғана алдын ала шынайылыққа жақын алиби ойластырып қояды деп тергеуші қылмыстың ретін санасында бейнелеп, болжам жасай бастады. Дәл осы уақытта Айдос Назаровқа қастандық жасалды. Ол қазір ауыр халде ауруханада ес-түссіз жатыр. Жәбірленушінің есімін естігенде Софьяның өңі сұрланып бір орнында тыныш отыра алмай, аяқ-қолын әлсіз діріл басып еді. Ауруханада дегенде қолындағы қаламды қалай сындырып тастағанын өзі де байқамай қалды. Айбетпеңіз, әдейі емес, сапасыз болған ғой. Қам жеме, сынса тағы бар деп төс қалтасынан қаламын алып берді. Бұл әрекеттің өзі тергеушіге көп нәрсені айғақтайды. Басынан атқан сияқты едім, қалай тірі қалып деп таңданып отырған болар деп дейді Қарагүл. Ой Софья, есіміңді қайта-қайта шатастырып ала берем. Айтайын дегенім, Назаров азаматтың есімін естігенде неге өңін қашып кетті? Жоқ, сізге солай көрінген ау шамасы. Оны көрмегеніме талай жыл болды. Солай ма? С көшесіндегі бейне жазба бізге басқаша ой салуды. Оған қастандық жасалған күні сен қасыңда болдың. Бұған қолдағы материалдар дәлел деп, енді бастап келе жатыр еді, кенет сырттан Сәдуақас кіріп, шұғыл хабар жеткізді. Мұрат Төлеуович, жаңа ғана орталық ауруханадан хабарласып, жан сақтау бөлімінде жатқан Айдос Назаров 1 сағат бұрын бақилық болған айтты. Кісі өлімі туғандары үшін қайғы, жауыздар үшін қуаныш. Қарагүлдің құлағына майдай жаққан жаңалық оны ерекше бақытқа бөлеген сынды. Балаша шаттанғаны соншалық, алақанымен шапалақтап орнынан тұрып секірмесі бар ма? Өткір қара көздері оқтын-оқтын Мұратқа қадалып, ойымдағыны іске асырдым деп төбесі көкке жеткендей қуаныштан толқып жүрген бойжеткен осы ісімен ақыры жоспарының соңғы кірпішін қалап, есі ауысқан деген атты өзіне мықтап бекітіп темір торға емес, психиатриялық ауруханаға тоғытылды.
Тергеуші Қарагүлдің құрбандықтарын жіпке тізіп шыққанымен, нақты себептерін атай алмағандықтан, сотта психологтың сөзі басым түсті. Осымен іс біткендей еді. Алайда бір аптадан кейінгі Мұраттың қалта телефонына соғылған қоңырау жабылған істі қайта ашуға себеп болған. Қаншама милиция қызметкерлері күзетіп, 24 сағат бойы ақ халаттылардың бақылауында болатын емханадан Қарагүлдің қашып кетуі бүкіл елді дүрліктірді. Мұрат өзі тікелей жабық мекемеге барып, сол күні кезекшілік атқарған қызметкерлердің әрқайсысымен жеке дара сөйлесіп шықты. Нәтижесіз. Жеті қараңғы түнде қалай және қайда қашып кеткені белгісіз. Таңертеңгі тексеріс кезінде ғана жоғы анықталған екен. Бұл іс тергеушінің көңіліне күдік ұялатты. Біреудің көмегінсіз мынандай күзетпен бақылау бар жерден қашып шығуы мүмкін емес. Осы оймен 3 күн арпалысып, іздеудің еш нәтиже бермей жатқаны одан әрі уайымға салды. Қанішер қыз тағы біреулермен өшін алып үлгермеген және мына бет алысымен бастаған ісін аяғына жеткізген түрі бар. Немесе жағдай мүлде басқаша өрбіген. Бірақ қалай? 4-ші күн дегенде алдында қанды оқиға болған орманда тағы да бір мәйіт табылды. Өлгеніне көп уақыт бола қоймаған әрі сырт келбеті Софияға ұқсайды деген соң Мұрат дереу қылмыс орнына жетті. 7 жерден пышақталып, беті сан рет тілімденгендіктен марқұмды туыстарының өзі бірден айыра алмасы анық. Адам емес хайуан өлтірді ме дерсің? Түріне қараудың өзі қорқынышты. Мәйітті кім тапты? Аң аулауға шыққан ауыл тұрғыны тауыпты. Аң дегенде сол сенбі, жексенбі күндері қырғауыл ұстау үшін осында келеді екен, деп учаскелік полиция оқиғаны баяндай түсті. Түсінікті. Сараптамаға жіберіңіздер. Аты жөнін, өлген себебі мен уақытын анықтасын. Жындыханадан қашып кеткен Қарагүл емес пе? Келбеті ұқсайды, бірақ ол емес. Қарагүлдің сол қолында татуировкасы болатын, Қытай тіліндегі бір әріп. Не мағына беретінін бір Құдай біледі. Жастар еліктеп әйтеуір денесіне сурет салдыруға құмар. Ал мына қызда ондай жоқ. Не де болса жап-жас қыз екен. Айо балай. Осы жерде қылмыстар жиі болады. Өткен аптада бір бойжеткенді зорлап кеткен еді. Енді тіпті мәйіт табылып отыр деді. Ендіші, қылмыскерлер үшін ең қолайлы жер болып тұр ғой. Жақын маңға полицейлік учаске салу керек. Әйтпесе анау ауданнан сендердің келулерің бір күш. Айқайлаған адамның дауысы ол жаққа қайтып естілсін. Ауыл адамдары бұл орманды қарғысатқан дейді. Жындар мен ібіліс лағнетті көргендер де бар екен. Жақын маңда тұратындар айналып өтуге тырысады. Қойшы, қайдағын айтпай. Айтпақшы, бұнда қасқыр бар ма? Жоқ, қасқыр қайдан болсын? Онсыз да адам тектес тірі хайуаннан жапа шегіп жүрген, енді жетпегені ит құс еді. Қарагүлдің кезекті қиял екен ғой деп Мұрат мырс етті. Не дейсіз, естімей қалдым. Ештеңе, жай бір нәрсе есіме түсіп кетті. Мына қыз сияқты Қарагүлде өлі табылу ғажап емес. Бірақ қайдам, басқа қыз болса бір жөн, бұндай қанішерлердің жанын Құдайдың өзі алғысы келмейді деген оймен Мұрат жұмыс орнына қайта келді. Арада тағы да шамалы уақыт өтіп, әлгі қызды өлтірді деген күдікпен бұрынғы сотталған, босап шыққанына небәрі 1 жылда толмаған 40 жасар ер адам ұсталды. Ендігі кезекте сараптама қорытындысын күту керек. Уақыт озып кетсе де әлі жоқ. Өзім-ақ барып алып келейін деп тергеуші мәйітханаға барады. Үміт апай, қалыңыз қалай? О, кім келіп қалды десеңші? Көптен көріспеген Мұраттың өзі. Қашан келдің қалаға? Өткен айда ғана. Келе сала жұмысты үйіп тастады. Сіздерге амандасып шығуға шыны керек. Енді ғана қолым тиді. Қайта оралдым деген осы. 8 жыл қалай тез өте шықты десеңші. Қайдағы тез? Сені қатты сағындық қой. Солай ма? Онда жақсы екен. Жүр кеттік, дәмділеп отырып шай ішейік. Қыздар дастархан жайып жатқан. Қазір білесіз ғой, мәйітханада тамағымнан ас өтпейді. 8 жыл өтсе де сен еш өзгермепсің деп толықша келген өңді әйел Мұратты бүйірінен түртіп бір күліп алды. Оның үстіне асығыспын. Орманда табылған қыздың мәйіті осында жатқанына бір талай уақыт болды. Сараптама қорытындысын әлі әкеп бермеді. Қанат деген сот сарапшыларыңыз қайда? Тегін ұмытып қалыппын, қалай еді? Назаров, нөмірі 3-ші кабинетте отырады. Бірақ ол қазір жоқ. 2-3 күн жұмысқа шықпайтын шығар.
Жақында інісі қайтыс болып кеткен, соның 40-ын өткізбек. Сұлтан Байдолда ғана бар, кіріп жөніңді айтсаң болған. Назаров қайдан естідім деп сәл ойға берілді де, тез есін жиып, жақсы рахмет, астарыңыз дәмді болсын деп, сот сарапшыларының кабинетіне қарай бет алды. Айтылғандай жартылай ғана жарық түсіп тұрған кең бөлмеге кіріп, төрде отырған кісіге өзін таныстырды да, бірден келу себебін баяндады. Сараптама қорытындысы үстел үстінде тұрған көк папкадағы көп қағаздардың арасында не тартпасында болу керек деп сұлтан шұғыл шаруалармен жолға жүріп бара жатқанын айтып кабинеттен шығып кетеді. Тергеуші Мұрат қағаздарды қанша ақтарса да іздегенін таба алмады. Ақыры тартпаны аша беріп еді, гүлді тереуіш көзіне оттай басылды. Дәл Қарагүлдікіндей. Егер шынымен із-түссіз кеткен қыздікі болса, қанаттың тартпасында неге тұр? Әрі қарай сараптама қорытындысын іздеуге құлқы болмай, Софьяның ісін қайта бір көз шалып, көру үшін жұмыс орнына жүгірді. Қаншер қыздың қолынан қаза тапқандардың ішінде Қанат Назаров пен тегі бір Айдос есімді азамат бар екен. Жаңа Үміт апайда інісінің 40-ын беруге кетті деген. Есептесе Айдостың өлген күніне дәл келеді, шұғыл түрде кабинетіне Сәдуақасты шақырып алды. Өткен айда Софья Нигматуллина өлтірген Айдос есімді азамат сот медициналық сараптамасында жұмыс істейтін Қанат Назаровтың інісі ме? Иә. Неге маған ертерек айтпадың? Жәбірленуші жайлы жиналған ақпаратта есімі болмады ғой. Туған емес, ағайындар ғой. Бірақ бала күнінде інісі тұл жетім қалып, Қанаттың ата-анасы асырап алып деп естігенмін. Айналып келгенде бір үйдің баласындай тәрбиеленіп, туғанындай көріп кеткен. Түсінікті. Болды, бара бер, боссың деп Сәдуақасты шығарып жіберді де, оңаша терең ойға берілді. Ішкі түйсігім алдамапты. Бұл істе бір гәп бар. Қыз өздігінен жындыханадан қашып кетпеген, оны ұрлап әкеткен, және ол адам Қанат Назаров. Інісінің өшін алмақшы, бұл енді айдан анық. Бірақ неге Қарагүл әкесінің 2 досын өлтірді? Неге? Бәлкім әкесінің сотта ақталып шығуына Айдостың өтінішімен Қанат көмектескен болар. Ол сот алқасының төрағасын жақсы таниды. Оның үстіне сараптаманы жасаған Қанаттың өзі. Демек, марқұм әйелге жасалған сот медициналық сараптамасында ұрып соққаннан емес, жүрек қан тамыр ауруынан қайтыс болған деп өзгерту оған аса қиындық тудырмаған. Міне, қиын жұмбақтың жауабы шешілді-ау. Ауру адамды барлық қызметкерлерді жақсы танитын, өз арамыздағы біреу ғана оңайлықпен күзеттен өткізіп шығарып алады. Бәрі де оңай. Ертерек неге ойыма келмеген? Тек қыз қайда? Өліме, тіріме? Осыны анықтау керек. Мұрат жағдайға үңілген сайын қыздың тірі табылатынына күмәндана бастады. Оның үстіне тереуші мәйітханада табылғанына қарағанда, мүрдесі де сонда болуы мүмкін деген қорытындыға келді. Жеті қараңғы түнде моргке ұрлана кірген тергеуші жертөледе сақталған мәйіттерді қарап шығуға ниетті. Бірақ түсе салысымен көз алдындағы жан түршігерлік көріністен шошығаны соншалық, алға қарай аяқ басуға қанша тырысса да денесін билеген діріл орнынан қозғалтар емес. Дәліздің дәл ортасында әлсіз жарық беріп тұрған аспалы шам ары-бері қозғалып, тіпті үрейді қашырды. Формалин мен мәйіттердің сасық иісінен Мұраттың жүрегі айнып, құсып жібере жаздап, өзін әрек ұстап қалды. Әйтеуір бірер минут өткен соң, бисмилля деп жанын шүберекке түйіп, ақыры тоңазытқыштың есігін аша бастады. Қанша жыл милицияда істеп, талай рет азаптан өлтірілген адамдарды көрсе де, моргтегі қызметкерлерге одан бетер қияметті көріп жүргендерін елестете де алмаған. 10 шақты мүрдені қарап шыққаннан соң, күдер үзе бастағандай ет кенет бір тоңазытқыш қанша тартса да ашылмай қойды. Қалтасына әдейілеп дайындап алып келген темірді шығарып, жарты сағат ырғап әрең ашты. Шатаспапты. Жас қыздың мүрдесі. Ақ матаны көтеріп жүзін көргенде мүлдем сенімі беріге түсті. Бұл Қарагүл. Келбеті келісті, сұлу ақыр соңында өзде бір жауыздың құрбанына айналыпты. Әппақ жүзі, қайрылған ұзын кірпіктерімен қиылған қарлығаш қастары, қара толқын ұзын шашы, жансыз денесіне әлі де өң беріп тұр. Мұрат оны жақында ойыншықтар дүкенінен кішкентай қызына алып берген қуыршаққа ұқсатты. Дегенмен, қайта жан бітіп, орнынан атып тұратындай қорқыныш ұялатады екен адамға. Кенет осы сәтте артынан біреу ауыр әрі суық бір нәрсемен басынан қатты соғып жіберді.
Жып-жылы қан бірден мойнын жуып кетті де артына бұрылып қарай алмай есінен танып қалды. Ес жиғанда қала сыртындағы саябақтардың бірінде жатыр екен. Басы әлі де қатты ауырып тұр. Соққан жерде қан қатып қалған, әрі домбығып ісіп кетіпті. Оған қарайтын шама бар ма? Дереу жолай көліктерді тоқтатып, жұмыс орнына жетуге асықты. Бара салысымен жағдайды баяндап, тез арада тұтқындау туралы бұйрық ала сала, 3-4 адаммен мәйітханаға жетті. Бірақ тым кеш. Қызметкерлердің айтуынша, Қанат таң атпай жұмыстан шығу туралы арыз жазып кетіп қалыпты. Кеткеніне қанша уақыт болды? Шамамен 2 сағат. Оны неге іздеп жүрсіздер? Сұраққа жауап берместен қайрылып мекемеден шығып кеткен Мұрат қасындағыларға дереу әуежай мен теміржол вокзалына бару керек. Мен Асқар мен Әділді ертіп әуежайға барайын. Фархат, сен қасыңа 2-3 адам алып вокзалға жет, тездет деп бұйырды. Қанат Францияға қашып кетпекші болыпты. Шуға небәрі 10 минут қалғанда ұшақтың ішінде ұсталды. Тергеу бөлмесіне кіргізгенде Мұрат жұдырықпен Қанаттың ішінен бір соқты да, түнде басымнан алған соқ күшін деді. Не оңбаған? Қашып үлгерем дедің бе? Жер астына түсіп кетсең де тауып алар ем. Заң барлық жерде бар. Жазасыз қалам деп ойлама, сені 4 бірдей баппен соттатамын. Пара алғаның бар, милиция қызметкерлеріне қол көтеріп, сот сараптама қорытындысын өзгерткеніңмен қоса, адам өлтіргенің үшін тиісті жазаңды аласың. Мен адамды емес, қанішерді өлтірдім. Маған қайта алғыс айтуға тиіссіңдер. Қылмыскерлерді өлтіргенде қылмыскер болып саналады деп Мұрат Қарагүлдің осы іспетті сөз айтқаны есіне түсіп кетті де, бірер сәт үнсіз отырып қалды. Сендер сияқты жауыздар, парақорлар болмағаны қарапайым қыз болып өсірмеді. Анаң осылай адам қолынан қаза болғанда, сен де өш алар ма едің, әлде жауыз әкеңнің тірі жүргеніне шүкіршілік айтар ма едің? Қалай өлтірдің оны? Қалай алып шықтың жындыханадан? Маған емхананың емес, күзетшісімен бір медбике көмектесті. Алдымен қызды есінен тандырып тастадық та, күзетшімен бірге көтеріп, денесін көліктің жүксалғышына салдық. Сол түні шизофрениямен ауыратын бір науқас қайтыс болған. Соның мәйітін алып шығып бара жатырмын деп басқа күзетшілерден оп-оңай құтылып кеттім. Ақмақ емес пе, сөзіме сеніп қалды. 2 сағаттан кейін Қарагүл есін жиды. Ол кезде салғылатын дәрегіп, барлық инструменттерімді дайындап қойғам. Алайда адамның көз алдында іш құрылысын кескілеуге батылым жетпеді. Эвтаназия салып тастадым. Болды, осы да жетер. Міне қағаз, міне қалам, отыр да жаз. Шыдай алмай орнынан тұрып кетті. Білесің бе, нағыз қанішер ол емес, сенсің. Ол соған лайық еді. Өмірін құртқанда, өз әйелін өлтірген қылмыскерді бостандыққа шығартқанда сенсің. Бәріне сен кінәлісің. Мен тек інімнің кегін алдым. Ал ол анасының кегін алды. Айналып келгенде барлық тізбек саған келіп тіреледі. Осы шым-шытырғы оқиғалардың басы да, аяғы да сен болдың. Сен үшін тірі адамдардың өзі де, алдыңда кесе көлденең жатқан жансыз мәйіт сияқты. Аяушылық дегенді білмейсің. Бұл өмір не мен, не сен? Сот Қанат Назаровты 20 жылға бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтесін деген үкім шығарды. Осыған дейін талай рет пара алып, сараптама қорытындыларын өзгерткені де мәлім болды. Ал Мұрат қанша жерден Қарагүлді жауыз көріп, темір торға тоғытуды армандағанымен, бұл жолы бір сәт оны аяп кеткендей. Егер әкесінің жазасын беруді бала емес, заң қолына алғанда бұның бірі де болмас еді.